Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынадай қазақтың ұлттық тағамы бар емес пе, жау жүрек деген, мен оны каналымда бар. Мен оны түсірген бір-екі түрін. Енді бұны кәуап ретінде түсіргім келіп тұр. Бүгін жасалу жолы да дәл сондай, бірақ мынандай ұзындау таяқшаларға қосып табаға салып қуырдым. Оны духовкаға салсаңыз да болады. Мен бірақ табаға салдым. Қазір сіздермен біз осыны жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге бауыр керек. Бауырды мен жарты кило бауыр алдым. Ол бауырды үстке салып әдемілеп дәмдетіп қойдым. Сосын бізге шарбы май деген керек. Қойдым шарбы майы. Бұл шарбы майды әдемілеп кесіп, төрт бұрыштап осы бауырға орауымыз керек. Сосын бір айта кетерлік таба керек бізге. Таба мына 28 сантиметрлік таба, бірақ мына ішінде аяқтары осы неге дұрыс келу керек табаңызға. Сондықтан оны арт жағын кесіп бірдеңе қылып орналастырыңыз. Міне кесіп қойдық шарбы майды. Енді осы жерге бауырды әдемілеп орауымыз керек. Бауырды міне әдемілеп тұздап, бұрыштап, дәмдеуіштерін қосып, сөйтіп қойғанбыз жарты сағат бұрын. Енді осыларға кіргізіп әдемілеп табаға баратындай қылып орналастыруымыз керек. Міне тағы біреуін көрсетейін. Міне осылай қылып жасай беріңіздер. Міне бәрін таяқшаға қадап қойдық. Қазір қазанға барады. Міне қазанға да келдік. Құрғақ табаға ештеңе салмай, қызған табаға үстіне қойып жатырмыз. Bir жағынан 3 минут, екінші жағынан 3-4 минут қуырып алғаннан кейін 10 минуттай бұқтырып қоямыз жай отта. Міне екінші жағын ауыстырып жатырмыз. Таяғымен ұстайсыз да ауыстыра бересіз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қазір 3-4 минут тұрады да, сосын бұқтырып қоямыз. Міне 10 минут бұқтырып қойдым. Қазір дастарханға барады. Міне керемет жау жүрегіміз, әрі кебап, әрі жау жүрегіміз дастарханға келді. Қараңыздар, көркемдеп қойдық. Міне осы 10 минуттың ішінде дайын болатын осындай ғажап жау жүрек кебап. Сондықтан осыны жасап жүріңіздер, өте тамаша. Бұл әрі ұлттық қазақтың тағамдарына жатады, әрі қазір заманауи тағамдарға да жатады. Сондықтан бәріне де ұнайтын тағам. Оны біз дәмін көріп жатырмыз. Өте керемет піскен, піспей қалды деп ойламаңыздар. Енді ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма кіріп, жағымды әдемі комментарий жазып жүргендеріңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.